мен бірге мен Балнұр. Достар, бүгінгі видеода мен кофейный слайм жасайтын боламын. Оған бізге керек болатын осындай ыдыс, кез келген ыдыс, және де араластыруға өзіңізге қолайлы бірдеңені алсаңыз ғана болғаны. Ал енді мен қандай оған керек бізде ПВА желімі, міне осындай ПВА клей, осындай Alina Paint деген фирманың осындай күшті слаймға жасауға жақсы. Аштым. Енді осыған өзіңіздің мөлшеріңізде құйып аласыз. Мен сіздердің көздеріңізше құйғым келді. Және кофейный слаймның бір жері бізде вообще крем сондай қоспайды. Если сіздер қоссаңыздар, кофені өте көп қосуларыңыз қажет болады. Яғни кофенің иісімен және де кофенің түсімен болу қажет. Мен жауып қояйын, себебі тез кеуіп қалады. Міне. Енді бір массада болу үшін жақсылап араластырамыз. Міне. Жақсылап араластырып жатырмын. Енді біз бұған кішкене ғана өте көп емес кофе қосатын боламыз. Енді біздің жаңағы араластырған ПВА желімімізге осындай осыншама кофе құятын боламын. Сіздер қалауларыңызша мен осынша құйғым келді. Вот. Стаканса құйдық. Енді араластырамыз. Иісі вообще күшті. Не түсі жеңілдеп шығады деп ойлаймын. Если шығып жатса жақсы болар еді. Достар, келесі видеода мен несквиктен балалар, яғни барлық адамдар ішетін, көбінесе балалар ішетін несквиктен слайм жасайтын боламын. Ол үшін осы видеоға 200 лайк немесе 100 лайк жинап кетіңіздер. Сіздердің қолдарыңызға келеді. Жаңа иісі вообще ұқсады. Неге кофенің иісіне? Мен ПВА клейдің иісімен ұқсамайды деп ойлап едім, но бірақ ұқсады. Көп араластырамыз, өйткені түйнек болып қап қалады. Сондықтан күшті қылып араластырамыз. Осындай түсте бір мынандай сарылау түсте шықты. Вот осындай сырный соустың түсімен, шамала, сырный соустың түсімен шықты. Өстіп араластыра береміз. Енді біз бұған мен осындай активатор қосамын. Бұл активатор бізде борная кислотамен және де судың қосылған. Ал мынау бізде сода мен су қосылған. Екеуін бірге алып жүрем, себебі екеуі де керек болады. Енді араластырып құямыз. Осынша болады. Ал енді осы сода мен суды қосамыз. Қосылсын. Бірінші араластырып алайық. Осынша бүйтіп 3 рет ғана қыстым. Вот осынша болады. Енді араластырамыз. Вот уже шығып келе жатыр. Бірден өсіп жатыр. Вот осынша. Вот достар, мен араластырып жатырмын. Қатты шамалы өсіп жатыр, міне қоюланып. Енді біз оған қайтадан осы активаторымызды қосатын боламыз. Екеуін араластырып қосып отырмын. Вот. Жақсы болып келе жатыр деп ойлаймын. Но бірақ кішкене онша қатты қою емес, қатты сұйық емес. Но бірақ болады. Мен барлық ішіндегі түйнектердің бәрін араластырдым. Ішінде ешқандай түйнек қалған жоқ. Енді біз бұған қайтадан осы бір активаторымызды қосамыз.
уже бізде кофенің иісі емес, шамалы кофе және де шамалы активатордың иісі болып кетті. Себебі активатордың иісі борная кислота, спирт болған соң раствор спиртовой деген. Сондықтан сондай болып кетті. Достар, келесі видеода айтқанымдай несколькін жасаймын. Оның келесі видеосында енді вообще жақсы эксперименттер болып жатыр бізде. Сондықтан мен кәдімгі пиала голд деген немесе пиаланың шайынан жасайтын боламын, кәдімгі шайдан. Сондықтан менің видеомды үзбей қараңыздар. Жақсы да қызықты эксперименттер әлі болады, және де басқа да эксперименттер жасаймын. Слайм емес, басқа да видеоларды салатын боламын, только слайм емес. Осы алда екі эксперименттер қалды. Соны бітіргеннен кейін басқа да эксперименттер көшемін. Қолға жабыспайды, но бірақ шамалы ғана. Бірінші рет ұстаған осындай болып тұрады. Не? Өте жұмсақ. Вот, шамалы жабысқақтау болып жатыр. Қашан шығатын белгісіз. Короче, шыққанда келетін болам. Достар, бұл бізде шығып жатыр, жайменеп жоқ, бір шықты, но бірақ менің как будто қарандашым сынып қалатын сияқты чувствода отырмын, так что жақсылап араластырып жатырмын. Достар, айтқанымдай мен чувством алынапты, точно сынып қалды, қараңыздар. Осы мен 4-ші карандашты сындырып жатырмын. Шошып кеттім. Қайта қалдым. Вот, наконец-то слайм шықты. Карандаш сынған соң шыққан шығар. Вот, мынау шамалы жабысып тұр. Вот. Вау, достар, самый классный, самый классный слайм в мире, потому что у нас самый күшті слайм. Ұнап тұр. Иісі шамалы неге ұқсайды? Анандай, мынау активатордың иісіне ұқсап. О, кешіріңіздер достар, себебі менің штативім дұрыс тұрмады. И мен осындай слайм шықты. Шамалы түсі сары, сырный соустен ашықтау болып кетті. Жақсы слайм болып шықты. Сіздер де жасаңыздар, сіздер де өткені өкінбейсіздер. Келесіде несколькіден жасайтын боламын. Достар, бұл видео бізде аяқталды. Менің видеомды бағалап, лайк басып, комментарий жазғанда өте әсерлеріңізді солын жазып кетіңіздер. Және де подписаться деген қызыл кнопканы сұрғылт түске ауыстыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Мисс Балнұр. Келесіде кездескенше сау.